Орталық Азиядағы жаңа мемлекет түрік қағанаты қалай құрылды? Қай жылдары өмір сүрді? Түрік қағанатының ең алғашқы қағаны кім еді? Жалпы түрік сөзі қандай мағынаны білдіретін еді? Осы туралы толық ақпарат білгіңіз келсе, соңына дейін қараңыз, әуелі маған тіркеліп кетіңіз. Қытай деректеріне қарағанда, түріктер алғашқы кезде Қытай шекарасының батысында Алтай тауының етегінде өмір сүрген екен. Кейін түрік тайпасының көсемі Буманның басшылығымен түріктердің иелігі Хуанхэ жағалауына дейін кеңейтіледі. Түріктер алғашқы кезде жужандарға бағынышты болды. Түріктің басшысы Буман қаған жужандарға қарсы соғыс ашып, бұл соғыста жеңіске жетіп, түрік қағанатын құрады. Сол кездегі көптеген түркі тілдес тайпалардың ортақ атауы Теле деп аталды. Қағанның ордасы Алтайда болды. Түрік қағанаты 552 жылдан 603 жылға дейін өмір сүрді. Түрік сөзі берік, күшті деген мағынаны білдіреді. Қытай деректерінде түрік қағанатына қатысты ең алғашқы деректер 542 жылдан бастап кездеседі. Буман қаған қайтыс болғаннан кейін 553-572 жылдар аралығында Буманның мұрагері Мұхан қаған таққа отырады. Мұхан қағанның тұсында жужандар түрік қағанатына қайта шабуыл жасап, оларды өзіне бағындырмақшы болады. Бірақ Мұхан қаған жужандарды енді бас көтерместей етіп жеңеді. Мұхан қағанның кезінде түріктердің үстемдігі орталық Азия мен оңтүстік Сібірге дейін жүрді. Ал Мұхан қағанның мұрагері Иштеми қағанның кезінде түрік қағанаты Қазақстан орталық Азияны бағындырып, Еділ мен солтүстік Кавказға шықты. 6 ғасырдың 60 жылдары түріктер сол кездегі мықты мемлекеттер Иран, Византия, Қытай сияқты мемлекеттермен қарым-қатынас жасады. 6 ғасырдың 70 жылдары түрік қағанаты нығайған кезде олардың иеліктері Манчжуриядан Босфорға дейінгі аралықты алып жатты. Иштеми қағанның кезінде түріктер әскери жағынан қуатты мемлекетке айналады. 6 ғасырдың 80 жылдары түріктер Парсы елімен одақтасады. Оңтүстік Қазақстан мен орталық Азиядағы қуатты эфталиттер мемлекетін талқандайды. Түріктер орталық Азияны жаулап алды. Қытайдан жерорта теңізіне дейін баратын Ұлы жібек жолының едәуір бөлігін иемденді. Жібек саудасы түрік қағанатына орасан зор кіріс әкелді. Жібек матасын сатып алушы негізінен Византия еді. 568 жылы түрік елшісі Манях Византияға қаған елшілігін бастап барады. Түрік қағанның ортасына Византиядан Земарх бастаған елшілік келеді. Византия мен түрік қағанатының арасында сауда және дипломатиялық байланыс орнағандығын археологиялық қазба жұмыстары кезінде 6 ғасырға жататын византиялық теңгелердің табылуы дәлелдейді. 6 ғасырдың соңы мен 7 ғасырдың басында күшті қуатты түрік мемлекеті іштей ыдырай бастады. 603 жылы түрік қағанаты шығыс және батыс болып екіге бөлініп кетеді. Түрік мемлекетінде қарапайым халықты пудун деп атады, ал ақсүйектерді бектер деп атады. Мінекей сіз түрік қағанаты туралы толық ақпаратты алдыңыз. Пайдалы болса үлпіл басыңыз, пікір қалдырыңыз, келесі адамға жолдап қолдап қойыңыз.